Қымбатты білім алушылар, каналыма қош келдіңіздер. 11-ші сынып алгебра және анализ бастамалары, қоғамдық гуманитарлық бағыт В бөлімі. 16-ші есеп. Суретте y-тен fx функциясының графигі көрсетілген. Осы координаталық жазықтықта берілген функцияға кері функцияның графигін салыңыз және оның мәндер жиынын табыңыз. Ең алдымен біз суретте көрсетілген графиктің координаталарын жазып алайық. Ол үшін y-тен fx функциясының координаталарын жазу үшін x өсінде -2 на нүкте, ал y өсінде 4-ке тең. Бұл бір координатасы. Екінші нүктеміз мына жерде, ол x өсінде 2-ке тең, y өсінде 3-ке тең. Яғни 2-де 3. Үшінші нүктеміз x өсінде 3-ке тең, y өсінде -1-ге тең. Енді y-тен fx функциясының кері функциясын координаталарын мына жаққа жазайық. Ол y тең f -1 дәреже x. -2 мен 4-тің координатасы кері функция кезінде 4-те -2 болады. Ал 2 мен 3-тікі 3-те 2. 3-те -1-дікі -1-де 3. Енді осы координаталарды біз координаталық жазықтықта анықтап алайық. 4-те -2, 4 -2 нүкте мына жерде орналасады. 3-те 2, 3 және 2 y өсінде. Ол нүкте мына жерде орналасады. Және -1-де 3, x өсіне -1, y өсінде 3, ол нүкте мына жерде орналасады. Енді осы анықталған нүктелерді біз түзу сызықпен қосып шығайық. Енді мен сызғыш болмағандықтан менде кішкене қисық кетіп жатыр. Сіздер сызғышпен сызған кезде түзу болып шығады. Мына сияқты. Бұл біздің пайда болған графигіміз y-тен fx функциясының кері функциясы. Яғни y-тен f -1 дәреже x функциясының графигі. Бұл екі график бізде y-тен x функциясының графигіне қарағанда симметриялы болып орналасты. Яғни аздап қисықтау кетті. Үзік сызықпен сіз көрсетейік. y-тен x. Яғни кері функцияның графигі біздегі. Бұл y-тен x функциясының графигіне қарағанда симметриялы орналасты. Енді келесі сұрағымыз бізде оның мәндер жиынын табыңыз дейді. Ол үшін мәндер жиынын біз y өсінен іздейтінбіз. Бізде бастапқы нүктеміз, кері функцияның бастапқы нүктесі -2 координата өсінде, яғни мына жерде. Ал соңғы нүктесі 3 координата өсінде. Олай болса, есептің жауабы мәндер жиыны y тиісті -2 мен 3 аралығында жатады. Келесі 17-ші есеп. Бұл есепте өрнек берілген, соны біз ықшамдауымыз қажет. Берілген өрнекте екі жақша берілген бөлшектің алымында. Оларды қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып аламыз. Және екінші бөлшегіміз бөлу амалының ережесі, яғни екінші бөлшектің алым мен бөлімнің орындары ауысып түседі. Олай болса, бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласы бойынша жіктеп жазайық. А қосылған b-ның квадраты жақша ішінде тең а квадрат қосылған 2ab
қосылған v квадрат. Келесі екінші жақшамыз a азайтылған v квадрат, a квадрат минус 2 еселенген av қосылған v квадрат. Осы бойынша жазып шығайық. Бізде 4 дәрежелі түбір m қосылған. Осы квадрат болады. Формула бойынша. Қосылған енді 2 еселенген. 4 дәрежелі түбір m көбейтілген 4 дәрежелі түбір n. Қосылған 4 дәрежелі түбір n-нің квадраты. Бұл қосу кезіндегі формуласы қысқаша көбейтудің. Енді екінші жақшамызда минус болғандықтан мына екінші формуланы қолданамыз. Қосу 4 дәрежелі түбір m жақша сыртында квадрат азайтылған 2 еселенген 4 дәрежелі m көбейтілген 4 дәрежелі n қосылған 4 дәрежелі түбір астында n-нің квадраты. Бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласы арқылы жазып шықтық. Бөлшектің бөлімін 4 көбейтілген n минус n күйінде қалдырайық. Ал бөлудің ережесі бойынша бізде бөлу көбейтуге айналады және бөлшектің алымы мен бөлімі орындары ауысып түседі. Бөлшектің алымына түбір асты m азайтылған түбір асты n шығады. Бөлшектің бөліміне 1 келеді. Енді бөлшектің алымында 2 көбейтілген 4 дәрежелі түбір m көбейтілген 4 дәрежелі n таңбасы оң. Мына жерде теріс. Минус 2 көбейтілген 4 дәрежелі түбір асты m көбейтілген 4 дәрежелі n. Екеуі бір-біріне таңбасы қарама-қарсы болғандықтан азайтылады, яғни жойылып кетеді. Онда бізде 4 дәрежемен квадрат кетеді. 4 дәрежемен квадрат қысқарады. Мына жерде де 4 дәреже бар бізде. Сонда қалғанын жазамыз бөлшектің алымына. Бізде квадрат түбірде m қалады. Яғни мына жерде 2 қалады, ол квадрат түбірді білдіреді, 2-ні жазбаймыз. Келесі түбір асты n қалады. Және түбір астында m бар. Мына жерде түбір асты m. Енді бөлшектің бөліміндегі m минус n дегеніміз бізде бұл да қысқаша көбейту формуласына келеді. Яғни ол түбір асты m қосылған түбір асты n көбейтілген түбір асты m азайтылған түбір асты n. Бұл бізге m минус n-ді береді. Мына жерге бөлшектің бөліміне осыны жазып қойық. Түбір асты m қосылған түбір асты n көбейтілген түбір асты m азайтылған түбір асты n. Мына жақта түбір асты m азайтылған түбір асты n көбейту тең. Бөлшектің алымында түбір асты m түбір асты m екеу болғандықтан біз 2 түбір асты m деп жаза аламыз. Және түбір асты n де екеу болғандықтан, мына жерде бізде плюс екеу болғандықтан, оны да түбір асты 2n деп жаза аламыз. Сондықтан екеу болғандықтан ортақ көбейткіш жақша сыртына шығарып жіберейік 2-ні. Түбір асты n жақшаның ішінде жазылады. Бөлшектің бөлімінде 4 түбір асты m қосылған түбір асты n көбейтілген түбір асты m азайтылған түбір асты n көбейтілген түбір асты m азайтылған түбір асты n. Бұл жерде азайту. Енді бөлшектің алымындағы 2 мен 4 қысқарады. 2 1 плюс түбір асты m плюс түбір асты n бөлшектің алым бөлімін қысқарады. Және мына жерде азайту екеуі ұқсас болғандықтан қысқарып кетеді. Сонда нәтижесінде есептің жауабы 2-ден 1 болады. Жауабы 2-ден 1. 18-ші есеп. gx
тең 3x e-нің минус 3-2x дәрежесі функциясы берілген. g'(x) яғни туындысы, соны табыңыз. Және gx функциясының өсу аралығын табыңыз. Шешуі. Туындысын аламыз. gx тең 3e минус 3-1 x азайтылған дәрежедегі 3-1 коэффициент болып түседі, және 3 өзі жазылады. x e-нің минус 3-1 x дәрежесі. Енді осыны ары қарай көбейтінің туындысын қолдана отырып, біз нәтижесінде 3 азайтылған x жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Көбейтілген e минус 3-1 x. Енді осы функцияның өсу аралығын табатын болсақ, x кіші немесе тең 3 немесе x тиісті минус шексіздікпен 3-ке дейінгі аралықта, яғни 3 саны кіреді екен. Есептің жауабы x тиісті минус шексіздікпен 3-тің аралығы. 19-шы есеп. 2 көбейтілген синус квадрат x азайтылған 3 синус x косинус x қосылған косинус квадрат x тең 0. Теңдеуін шешіңіз. Бұл теңдеуді шешу үшін біз теңдеудің екі жағын косинус квадрат x-ке бөліп жіберейік. 2 синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x азайтылған 3 синус x косинус x бөлінген косинус квадрат x қосылған косинус квадрат x бөлінген косинус квадрат x тең 0. Синус квадрат x косинус квадрат x қатынасы бізге тангенс x береді. 2 көбейтілген тангенс x азайтылған косинус x пен косинус квадрат x біреу кетеді. 3 синус x-тің косинусқа қатынасы 3 тангенс x қосылған косинус x квадрат x-тің косинус квадрат x-ке қатынасы 1-ді береді, тең 0. Енді тангенс x-ке біз t деген бір жаңа айнымалы енгізейік. 2, ана жерде квадрат бар. 2t квадрат азайтылған 3t қосу 1 тең 0. Квадрат теңдеуді шешіп, оның түбілерін анықтасақ, t1-іміз 1-ге тең, t2 2-ден 1-ге тең. Енді осы мәндерді біз мына жерге әкеп қояйық. Сөйтіп есептің жауабын жазамыз. Бірінші, t тангенс x тең t1-дің мәні 1-ге тең. Яғни, осы жерден x табатын болсақ, пи бөлінген 4 қосылған пи n. n тиісті z. Екінші, тангенс x тең 2-ден 1 деп аламыз. Осы жерден x табатын болсақ, арк тангенс 2-ден 1 қосылған пи к. К тиісті z. 20-шы есеп А. Теңдеуді шешіңіз.
x қосылған түбір асты x қосылған 6 қосылған 4 тең 0. Бұл есепте біз түбір асты x қосылған 6-ны теңдіктің сол жағында қалдырайық та, ал минус x деп x-ті оң жаққа өткіземіз, және 4-ті минус 4 деп оң жаққа өткіземіз. Енді осы жердегі түбір асты x қосылған 6 бізде әрқашан 0-ден үлкен немесе тең болады, яғни анықталуы болса. X түбірдің астында қосылған 6 әрқашан үлкен немесе тең 0-ден. Бұл жерде x-ті табатын болсақ, минус 6 болады. Ал мына жағы минус x минус 4 үлкен немесе тең 0. Минус x плюс 4 минус 1-ге көбейтіп жіберсек, кіші немесе тең болып өзгереді. Яғни x-тің нүктесінің жатқан аралығы бізде минус 6 мен минус 4 аралығында. Енді алғашқы түбір астындағы x қосылған 6 тең минус x минус 4 түбірден құтылу үшін квадратта жіберейік. Сонда квадрат түбір мен квадрат қысқарады да, x қосу 6 тең, жақшаны ашатын болсақ, қысқаша көбейту формуласы бойынша 2 еселенген, яғни 2-ні 4-ге көбейтсек 8x, минус 4-тің квадраты 16. X квадрат, x-ті мына жаққа өткіземіз. 8x-тен 1x-ті азайтсақ 7x, 6-ны оң жаққа өткізсек, 16-тан 6-ны азайтсақ 10 болады, тең 0. Яғни квадрат теңдеуі шықты. Бізде Виет теоремасы бойынша x1 минус 2-ге тең, x2 минус 5-ге тең. Енді тексеру жүргізейік. Егер x1 тең минус 2 осы минус 6 мен минус 4 интервал аралығында жатамы? Яғни тексеріп көретін болсақ, минус x-тің орнына қоятын болсақ, минус 2 қосылған түбір астында 4 қосылған 4 тең минус 2 қосылған 2 қосылған 4 тең 4. Бұл 0-ге тең емес. Яғни бұл жауапқа кірмейді. Енді екіншісін тексерейік. x2 тең минус 5. Осы аралықта жатамы? Минус 6, минус 4 аралығында. Тексерейік. Минус 5 плюс түбір астында минус 5 қосылған 6 қосылған 4 тең минус 5. Яғни бұл жерде түбірдің астынан 1 шығады, жерде 4, минус 5-тен 1-ді азайтсақ, минус 4, 4, 0 болады. Олай болса, бұл ақиқат минус, яғни 5, минус 6 мен минус 4-тің аралығында жатады. Есептің жауабы x тең минус 5. В анықталу болсын, табыңыз функцияны y тең
x қосылған 6 қосылған түбір асты минус x минус 4. Анықталуы болса x қосылған түбірдің астындағы 6 әрқашан 0-ден үлкен немесе тең болады. Минус x минус 4 үлкен немесе тең 0-ден болады. Ары қарай x үлкен немесе тең минус 6, x кіші немесе тең минус 4. Яғни бұл есептің жауабы бізде осыған тең болады. Жауабы x тиісті минус 6 минус 4. 21-ші есеп. Теңсіздікті шешіңіз. Біз 27 деген санды 3-тен 1 деген негізге келтіріп алайық. Жерге жазайық. 27 дегеніміз ол 3-тің кубы, яғни 3-ті 3 рет көбейтетін болсақ 27-ні береді. Енді негізі 3-тен 1-ге келтіріп жазып көрсететін болсақ, бұл 3-тен 1 дәрежесі минус 3 болады. Енді соны орнына қойып жазайық. Шешуі 3-тен 1 минус 3 көбейтілген 3-тен 1 x квадрат минус 2x үлкен. Ал 81 дегеніміз 1 бөлінген 81 бұл 3-тің 4 дәрежесі. 1 бөлінген 3-тің 4 дәрежесі, яғни жақшаның сыртына 4 дәреже деп аламыз. 1 бөлінген негізі 3-тен 1-ге келтіріп жатырмыз, сондықтан 3-тен 1-дің 4 дәрежесі деп аламыз. Көбейтілген 3-тен 1 13 азайтылған x. Осы жерден көбейту кезінде дәреженің қасиеті бойынша бізде қосу, азайту амалдарын орындаймыз. Дәреженің қасиетін қолданамыз. Енді 3-тен 1 x квадрат бірінші жазамыз. Минус 2x минус 3. Таңбасы минус болғанда минус 3. Үлкен. Негіздері бірдей болғандықтан бір-ақ рет жазамыз 3-тен 1-ді. Көбейту амалы орындалғандықтан оларды дәрежелерін қосамыз. Дәреженің қасиеті бойынша. Яғни минус x-ті бірінші жазайық. Мынау 13-ке 4-ті қосатын болсақ 17. Енді негіздері бірдей болғандықтан біз дәреженің өзін жазып шығайық. X квадрат 2x азайтылған 3 үлкен минус x қосылған 17. Енді бұл жерде біз есептің жауабын жазатын болсақ, екі жақшаға жіктейік. Көбейткіштерге x қосылған 4, x азайтылған 5 кіші 0-ден болады. Санаралықта интервалдар аралығын зерттейтін болсақ, минус 4 және 5. Мына жағы плюс, мына жері минус, мына жері плюс. Сонда
есептің жауабы x тиісті -4 5 аралығына. 22-ші есеп. Теңсіздікті қанағаттандыратын ең кіші бүтін санды табыңыз. Логарифм негізі 2-ден 1, жақша ішінде x минус 2, азайтылған минус 1. Үлкен логарифм негізі 2-ден 1, жақша ішінде x квадрат минус 3x қосылған 2. Берілген теңсіздіктің анықтау облысын табыңыз. Яғни анықтау облысы x минус 2 0-ден үлкен, екінші x квадрат минус 3x қосылған 2 0-ден үлкен. X үлкен 2. Яғни бұл жерде теңсіздіктің қанағаттандыратын ең кіші бүтін саны x 2-ден үлкен сан. Яғни жауабына жазамыз. X үлкен 2-ден. Анықтау облысы. Келесі логарифм қасиетін пайдаланып, біз мына түрге келтіреміз және теңсіздікті шешеміз. Жазайық. Логарифм 2-ден 1 2 x минус 2 логарифм негізі 2-ден 1 x квадрат 3x қосылған 2. 2 x минус 2 кіші x квадрат минус 3x плюс 2. Так, мына жерде 2-ден 1. Енді мына жерден жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштар біріктіретін болсақ, бізде мынадай квадрат теңдеу шығады. X квадрат минус 5x қосылған 6 үлкен 0. Яғни теңсіздікті квадрат теңсіздікті шешетін болсақ, оның мәндері 2 және 3 болады. Сонда бұл минус шексіздіктен 2-ге дейін аралықта және қиылысуы 3 пен плюс шексіздікке дейін аралықта. Сонда жауабына жазамыз. X тиісті 3-ден плюс шексіздікке дейін. С. Теңсіздікті қанағаттандыратын ең кіші бүтін санды табыңыз. Бұл жерде ең кіші бүтін сан x-тің ең кіші бүтін саны 4-ге тең. Үшінші есеп y-тен минус x квадрат плюс 4 және y-тен 2 минус x функцияларын графиктермен шектелген жазық фигураның ауданын табыңыз. Шешуі. Ең алдымен берілген функцияларды теңестіріп алайық. Минус x квадрат қосылған 4. Тең 2 минус x. X квадрат минус қосылған 4. Теңдіктің сол жағына өткізейік. 0-ге теңестірейік. Минус x квадрат плюс x 4-тен 2-ні азайтсақ 2 тең 0. Минус 1-ге көбейтейік. X квадрат минус x минус 2 тең 0. Квадрат теңдеу шықты. Дискриминанттың түбірлерін табатын болсақ, x1 бізде минус 1-ге тең, x2 2-ге тең. Яғни біз Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша осы
нүктелермен шектелген жазық фигураның ауданын табуымыз керек. S тең интегралды төменгі шегі -1, жоғарғы шегі 2. Берілген бізде функция -x квадрат қосылған 4 азайтылған екі қосылған x dx интеграл -1-ден 2-ге дейін жақша ішінде -x квадрат плюс 2, 4-тен 2-ні азайтсақ 2 dx. Енді осы берілген функцияның алғашқы функциясын жазайық. Анықталған интегралы. Сонда -x квадраттың алғашқы функциясы -x болып бөлінген 3 қосылған x-тің алғашқы функциясы x квадрат бөлінген 2 қосылған 2-ның алғашқы функциясы бізде 4x -1-де 2 тік сызықпен жазамыз. Енді формула бойынша бірінші жоғары шекті қоямыз x-тің орындарына және азайту амалын қойып екінші жақшаға -1-лерді қойып шығамыз x-тің орнына. Сонда нәтижесінде бізде бөлшектің алымында 4, бөлімінде 9, бөлімінде 4 шығады. Яғни бөлімде 2 шығады. Яғни 9 2-ге бөлетін болсақ 4,5 шығады. Сонда есептің жауабы -1 мен 2 нүктелермен шектелген жазық фигураның ауданы бізде 4,5 квадрат бірлікке тең. 24-ші есеп кестеде кездейсоқ шаманың ықтималдылық үлесірімі көрсетілген, яғни x1, x2, x3, x4, x5 мәндер берілген. Соған сәйкес ықтималдылықтар мәндер көрсетілген, яғни ықтималдылықтардың мәндерінің қосындысы 1-ге тең болу керек. Формула бойынша. Және бізде математикалық күтім берілген. Сонда А қосамыз 0,125, қосу 0,2, қосу В, қосу 0,1. Осылардың қосындысы 1-ге тең болу керек. Енді А қосу В деймізді 1-ден азайтамыз. 0,125 қосу 0,2, 0,145, 0,155 болады. Теңдіктің оң жағына теріс таңбамен өтеді. А қосу В тең 0,145. Ары қарай біз енді математикалық күтім берілген бізге. Мына жерде 1-ді А-ға көбейтеміз. Яғни математикалық күтімі формуласы бойынша 1 көбейту А қосылған 2 көбейту 0,125, қосылған 3 көбейту 0,2, қосылған 4 көбейту В, қосылған 5 көбейту 0,1. Бізде математикалық күтімнің мәні 2,8-ге деп берілген. Мына жерде А қосу 0,5, қосу 0,6, қосу 4В, қосу 0,5 тең 2,8. Осы жерде А тең 0,2, В тең 0,125. Ықшамдайтын болсақ, енді мәндерін анықтап алдық. X шамасының дисперсиясын табу үшін М математикалық күтімнен X-тен квадраттаймыз. Сонда 0,2 қосылған бізде А-ның мәні 0,2 болды. 4 көбейту 0,125, қосу 9 көбейтілген 0,2, қосу 16 көбейтілген 0,2, қосу 25 көбейтілген 0,1 тең 9,5.
Енді осы жерде 9,5-тен азайтамыз 2,8-дің квадратын. Сонда 1,66-ға тең. Есептің жауабы бізде А-ның мәнін сұраған ол 0,2-ге тең, В-ның мәнін сұраған 0,125-ге тең, және дисперсиямыз 1,166-ға тең. Тіктөртбұрыш пішіндес алаңның ауданы 3600 метр квадрат. Алаңды қоршауға кететін материал ең аз болатындай, оның өлшемдері қандай болу керек? Алаңның ұзындығын табыңыз. А. Тіктөртбұрыштың ұзындығы x сантиметр болсын. Алаңның периметрін x арқылы өрнектеңіз. Алаңның өлшемдерін табыңыз. Бізде тіктөртбұрыш пішіндес алаң болғандықтан, оның периметрінің формуласы бізге белгілі. Платтен жалпы тіктөртбұрыш периметрін біз бұрыннан білеміз. 2 көбейтілген А қосу В. Енді біздің есебіміздегі өлшемдері x арқылы, яғни x арқылы өрнектейміз дейді периметрді. Сондықтан біз А-ның орнына x-ті қоямыз. Ал В-ның орнына біз ауданның формуласын жазатын болсақ, А көбейту В 3000 S, яғни аудан болып тұр ғой. X көбейтілген В. Осы жерден В бізде 3600-ді бөлеміз X-ге. Енді 3600 деген бұл метр квадрат, оны сантиметрге айналдырамыз. Сонда ол 36 миллион, яғни 6000 сантиметр болады. Квадраттаған кезде 1 метрде 100 сантиметр бар, квадраттаған кезде осыған тең болады. Енді өрнектеп көрейік. Платтен 2 көбейтілген А-ның орнына x қоямыз. Қосу В-ның орнына 3600-міз 36 миллион деп жазамыз. Сантиметрмен өрнектеп жатырмыз. Бөлінген x. Енді жақшаның ішінде біз есеп шартында бізде ең кіші, ең аз болатындай өлшем деген сұрақ болғандықтан біз осы жерден туынды аламыз. П туынды периметрден 2 тұрақты жазылады. X-тің туындысы 1. Бөлудің ережесі бойынша туынды нәтижесі 36 миллион бөлінген бөлшектің бөлімді x квадрат. Енді жақшаның ішін ортақ бөлім келтіріп жібереміз. X квадрат. Сонда П туынды тең 2 көбейтілген x квадрат минус 36 миллион. X квадрат. Енді П туынды x тең бөлшектің алымдағы x квадрат минус 36 миллион нөлге тең. X квадрат теңдіктің оң жағына шығарамыз. Квадраттан құтылу үшін біз түбірге аламыз. Теңдіктің екінші жағын 36 миллион. Сонда 36 миллионнан бізде 6000 шығады. Бұл сантиметр. Енді бұл сантиметрді біз метрге айналдыратын болсақ 60 метр болады. Сонда x бағанамыз А x деп алдық. Сонда ол 60 метрге тең болып шықты. Енді 3000 В-ны табу үшін
3600-ді бөлеміз, x-тің орнына 60-ды қоямыз. Сонда v-ның мәні де 60 метр болып шықты. Есептің жауабы a тең 60 метр, b тең 60 метр. Келесі v-сы алаңның периметрін табыңыз дейді. Біздің алаңның ұзындығы да, ені де, яғни a 60-ға тең болды, v-сы да 60-ға тең болды. Онда бізде нәтижеде ең аз өлшемі деген кезде ол шаршы болып шықты. Ал шаршының периметрі бізде барлық қабырғасы тең болғандықтан 4 көбейту a болады. Сонда орнына қоямыз 4 көбейту 60 тең 240 метр. Есептің жауабы алаңның периметрі 240 метр. Осымен, құрметті білім алушылар, біз v бөлімінің есептерін талдауды аяқтадық. Барлықтарына сәттілік.